неге шақырдың мені? Can you give me some money? Ол не қыласың сен ақшаны? I kinda like this girl, it's cool. Ой, бір қызды жақсы көріп қалдың ба? Жарайсың, онда сен оған бір ән жаттап айтып бер. Қыздар жақсы көреді. Жігіттер ән айтқанды. I think she's a king's niece. Не дейді? Әкімнің немере жиені ма? Yes. Шын ба? Yes. Қазір, күте тұр қазір. Міне, істеп бердім. Көрдің бе? Мынау мойынға ілетін әшекей, ілгекпен тоқылған. Дұрыстап достасып ал сол қызыңмен, жарай ма? Апам істеп берді деп айт, қолдан істеген нәрсе. Жақсы ма? Thank you. Қалай? Ұнатты ма қызың? Yes. She liked it. Жақсы болды. Не, әкімнің үйіне барып шай ішетін болды ба, Ерза? I think I made a mistake here. Her uncle's name is a king. Қадірлі достар, сәлеметсіңдер ме? Ілгекпен тоқып үйренгілерің келе ме? Онда ары қарай бейнеролигімізді көріңіздер. Достар, ілмекпен тоқу тіпті де қиын емес. Кез келген кітап немесе кеңсе заттар дүкенінен міне осыған ұқсас жиынтықты сатып алып, тоқып үйренулеріңе болады. Немесе дүкеннен ілмек тапсаңыздар, мамаларыңнан шамалы жіп сұрап, ілмекпен тоқуды үйренуге болады. Енді тоқуды бастайық. Қазір ең бірінші түйін жасаймыз. Міне осылай. Ары қарай тор тоқи бастаймыз. Біз 7 тор тоқып алуымыз керек. Ең бірінші тордың көзінен ілмекті өткізіп, жіпті де өткіземіз де, осылай бірінші шеңберімізді жабамыз. Әрбір қатарды осылайша жауып тұруымыз керек. Айтпақшы достар, тоқу атауларын қазақша қалай айту керектігін іздеп жатқанда, мен өте тамаша бір ілмекпен тоқу деп аталатын арнаны таптым. Мына жерде сілтемені көріп отырсыздар. Егер өте егжей-тегжейлі де түсінікті нұсқаулар керек болса, онда осы сілтемеге басып, осы арнаның бейнероликтерін көріңіздер. Қазақша өте жақсы түсіндіріледі. Енді біз үстемелі немесе орамды бағанды тоқимыз. Ол үшін бір рет ілмекті орап аламыз. Одан кейін тордың көзінен бір рет іліп аламыз. Содан кейін екеуінен осы тордың көзінен және де орамынан өткіземіз жіпті бір рет. Екінші рет қалған екі жұмысшы тордан өткіземіз ілмекті. Сіздерге түсініксіз болса, онда жоғарыда аталған арнаны көріңіздер. Онда өте баяу көрсетіледі әрбір бағанның тоқылуы. Енді мына қатарды біз қалай істейміз? Бұл қатарда екі үстемелі немесе орамды бағана және екі тор тоқимыз.
Қайтадан содан кейін 2 үстемелі бағана, 2 тор тоқимыз да осылай 6 жұп бағана тоқуымыз керек. Достар, мына қорапқа жіптерді жеткілікті салмапты. Менің ақ жіпім бітіп қалды, сондықтан сары жіппен жалғауға тура келді. Жоғарыда айтылғандай, әрбір қатарды ең бірінші бағанамен жалғап бітіреміз. Екінші қатарымыз бұлай болады енді. 3 үстемелі бағана, одан кейін 3 тор тоқылады. Осылай 6 рет қайталау керек. Ал біз екінші қатарды бітірдік, енді үшінші қатар бұлай тоқылады. 6 үстемелі бағана, одан кейін 2 тор, одан кейін қайтадан 6 үстемелі бағана.
Міне көбелектің қанаты дайын болды. Енді көбелектің мұртын бастаймыз. Негізі менің қораптағы жібім мүлдем жетпей қалды. Сондықтан мен басқа жіппен тоқи бастадым. Мына жерде біз 8 тор тоқып аламыз да, содан кейін қайтарда қарапайым баған тоқимыз. Қарапайым баған дегеніміз ол ешқандай орамасыз, тек қана тордың көзінен жіпті өткіземіз. Одан кейін тағы 13 тор тереміз. Артқа қарай 6 торға қайтамыз. Бұл 6 торға қайтамыз да қарапайым бағандар тоқи бастаймыз. Міне бір мұрты дайын, енді қайтадан 13 тор тереміз. Қайтамыз, 6 тордан шеңбер жасаймыз. Соң қайтадан мұрттың түбіне қайтып келеміз. Кешіріңіздер, бір нәрсе түсініксіз болып жатса, маған төменде пікір жазыңыздар, сұрақ сұраңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Алқаның ішінде 2 кішігірім гүл болады. Енді осы гүлді тоқуды бастайық. Мен 3 тор тоқып аламын міне. Жұмыс торын кішкене созамын да, оны моншақтан өткіземін. Ол моншақты тордан өткізіп алғаннан кейін тағы да 4 тор тоқимыз. Одан кейін қайтып моншақты айналып барып тағы бір жіп өткіземіз. Енді моншақтың екінші жағынан тағы 5 тор тоқимыз. Енді гүлдің жапырағын бастаймыз. 3 тордан тоқып, гүлдің ортасынан өткіземіз. Қайтадан 3 тор тоқимыз да гүлдің ортасынан өткіземіз.
гүлдің ортасына жалғап жібереміз, дәл айтсақ. Осылайша гүлдің 6 жапырағын тоқимыз. Мінеки, 2 гүл дайын болды. Көбелектің мұрты дайын болды. Көбелектің қанатын бұлай жасаймыз. Мына қанатын сәл бүгіп, артынан жіппен инемен тігеміз. Одан кейін көбелектің денесін және мұртын үстінен тігеміз. Мұрттың түбінде бір моншақ тігеміз, инемен жіппен. Бұл көбелектің басы. Көбелектің артындағы жіптерді мұқият кесеміз. Ал енді алқаның өзін тоқимыз. Тор тоқимыз. Одан кейін бір моншақты өткіземіз. Моншақты өткізгеннен кейін ары қарай тоқи береміз. Гүлді бір торынан іліп аламыз. Одан кейін 6 тор тоқимыз. Тағы бір жапырағынан іліп аламыз. Ары қарай алқаны тоқимыз. Алқаны өздерінің мойындарыңа сай ұзындығын тоқып алыңыздар. Енді осы алқа жағын гүлін моншағымен бірге. Көбелекке қалай жалғаймыз? Көбелектің мұртына бағандардың көздерінен ілмекті өткізіп, орамсыз бағаналар тоқи бастаймыз. Міне бұлай көрсетілгендей. Содан кейін көбелектің екінші мұртын тоқи бастаймыз. Оны да дәл солай орамсыз бағаналарды көбелектің мұртының бойымен жүргіземіз. Ары қарай қайтадан дәл сол жақтағы сияқты гүлді жалғаймыз. Моншақты өткіземіз. Содан кейін алқамызды бітіреміз. Алқамыздың соңын қосамыз.
біздің бейнеролигіміз ұнаса, лайкты басуларыңызды өтінеміз, және де төменде пікір қалдыруды өтінеміз. Рахмет, келесі кездескенше.